сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Сайланова Жансая Сайланқызымын. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сабақ жоспарын құру және сабақ кезеңдерін өткізу. Сабағымыздың мақсаты білімгерлерді сабақтың түрлерімен таныстыру және сабақ жоспарын құрастыру жолдарын көрсету. Күтілетін нәтиже сабақ түрлерімен таныстыру және сабақ жоспарын құрастыруды үйрену. Сабақ дегеніміз белгілі бір сынып оқушыларын, топ студенттерін белгіленген бағдарлама бойынша оқытудың негізгі формасы. Онда оқу материалын оқып үйрену, меңгеру жүзеге асырылады. Ол үшін сабақтың мақсаты нақты болу керек. Сабақ оқу процесінің ең кіші бөлшегі бола отырып, оның мазмұнын, мақсатын жүзеге асырады. Сабақтың тақырыбы, мақсатын, әдіс-тәсілі анықталғаннан кейін оның дидактикалық материалы жасалады. Ал сабақ жоспары дегеніміз, бұл әрбір сабаққа күнделікті жасалатын жоспар түрі. Ол мұғалімнің сабақты жоспарлы, ұйымдасқан түрде өтуіне бағыт-бағдар береді. Жоспар немесе сабақ жоспары мұғалімге сабақты тиімді құруға көмектеседі. Ол үшін мұғалім тақырыпқа сәйкес оқу материалы мен сабақтағы әрекетті мұқият іріктеп алып, сабақ жоспарлауды бастағанда, сабақтың мақсатын, бағалау критерийін, құндылықтарға баулу, тілдік мақсат, пәнаралық байланыс, алдыңғы білім және қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын құрастыру қажет. Осы орайда пәнаралық тақырыптар оқушыларға анағұрлым күрделі идеялар туралы түсінік қалыптастыру үшін алып жатқан білімін алдыңғы біліміне негіздеуге мүмкіндік береді. Қысқа мерзімді жоспарды құрастырғанда, пән мұғалімі сабақ тақырыбына сәйкес біріншіден оқу бағдарламасы мен оқу жоспарында көрсетілген оқу мақсаттарын басшылыққа алуды ескеру қажет. Яғни, оқу бағдарламасында оқу мақсаттары кодпен берілген. Мысалы, 7-ші сынып, 1-ші бөлім, 2-ші бөлімше, 2-ші оқу мақсаты деп. Екіншіден, сабақтың мақсатын анық тұжырымдау, яғни нақты өлшемді, қолжетімді, шынайы мақсаттар қоюды ескеру қажет. Үшіншіден, оқу жоспарында көрсетілген барлық жаттығуларды, әдістемелік кеңестерді, ресурстарды мұқият зерделеуді ескеру қажет. Осы үшінші ескертпеге тоқтала кетейік. Оқу жоспарының алғашқы парағында осы бөлімді бастардың алдында оқушылар біледі деп күтілетін алдыңғы білімі, бөлімнің мәнмәтіні, яғни контексті және қысқа мерзімді жоспарда тілдік мақсатта қарастырылатын оқытудың тілдік мақсаты, пәнге қатысты лексика мен терминология және диалог құруға жазылымға қажетті сөздер топтамасы жазылады. Сонымен бірге оқу жоспарында бөлімнің қысқаша сипаттамасы, оқу бағдарламасында ұсынылған оқу мақсаттары, сондай-ақ осы мақсаттарға қол жеткізу үшін мұғалім мен оқушыларға ұсынылатын жаттығу түрлері де берілген. Бұл ретте мұғалім өз оқушыларының қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында кез келген жаттығуды өзгертуге болатын естен шығармауы қажет. Айталық, жаттығудың өзінің жағдайына анағұрлым сәйкес келетін немесе лайықты басқа жаттығумен ауыстыра алады. Сондай-ақ сабақта қолдануға болатын оқу ресурстарының үлгілері ұсынылған. Мысалы, интернет көздері, мәтіндер, жаттығулар, бейне және дыбыс материалдары және тағы басқа ресурс көздері. Тапсырма құрастыру кезінде нені негізге аламыз? Оқу бағдарламасы және оқу жоспарына, ол туралы алдыңғы слайдта тоқталдық. Құрастырылған бағалау критерийлеріне, ол Блум таксономиясына негізделіп құрастырылады. Кәсіби іс-тәжірибеңізді, яғни мұғалім өзінің теориялық білімін, белсенді оқу әдістерді меңгеру деңгейін, тақырыптың қамту көлемі мен деңгейін, оқушылардың жас ерекшеліктері мен қажеттіліктерін негізге алуы қажет. Тапсырма құрастыру кезінде нені ескеру қажет? Біріншіден, бағалау критерийлерінің
оқу мақсаттарына сәйкестігін. Екіншіден, ойлау дағдылары деңгейлерінің бағалау критерийлеріне сәйкестігі. Үшіншіден, бағалау критерийлерінің ойлау дағдылары деңгейлеріне сәйкестігін. Төртіншіден, тапсырманың оқушыға түсінікті болуын. Бесіншіден, тапсырманың оқушының жас ерекшелігіне сәйкестігін. Алтыншыдан, дескрипторлардың тапсырмаға сәйкестіктерін ескеру қажет. Сабаққа қойылатын талаптар, құзыреттілікке жеткізілетін мақсат міндеттерін анықталған сабақтың жоспарын құру. Сабақ жоспарының жобасы. Бірінші пәні, екінші тобы, сосын уақыты, сабақтың тақырыбы жазылады. Құзыреттілікке жеткізетін сабақтың мақсат міндеттері. Біріншісі проблеманы шешу құзыреттілігі. Одан әртүрлі жағдайдағы проблемаларды анықтауға, жауапты шешім қабылдауға, өз шешімінің нәтижесін бағалауға дайын болу. Екінші, өз қызметіне мақсат қоюға, оны іске асыру үшін қажетті жағдайларды анықтауға, ондағы жетістіктерге жету процестерін жоспарлауға және ұйымдастыруға дайын болу. Үшінші, өзіндік бағалау мен қорытынды жасауға, өзінің әрекеті мен оның нәтижелерін бағалауды жүзеге асыруға дайын болу. Төртінші, өзі үшін барабар жағдайлар, іс-әрекет пен мінез-құлық нормаларын таңдауға дайын болу. Төртінші, барабар қойылған міндеттерге технологиялар таңдауға, технологияларды нақты қадағалауға мүмкіндік туғызуға дайын болу. Ақпараттық құзыреттілік. Бұл жерде сыни тұрғыдан таңдағанда, ақпараттар негізінде саналы шешім қабылдауға. Екінші, өз бетінше мақсат қоюға және оны негіздеуге, жоспарлауға және осы мақсаттарға жету үшін танымдық қызметтерді жүзеге асыруға. Үшінші, ақпаратты өз бетінше табуға, талдауға, іріктеу жасауға, қайта құруға, сақтауға, түсіндіруге және ақпараттарды тасымалдауды, оның ішінде қазіргі заманғы ақпаратты коммуникациялық технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға. Төртіншіден, логикалық операцияларды, яғни талдау, жинақтау, қорыту, құрылымдау, тікелей және жанама дәлелдеме ұқсастығы бойынша дәлелдеме, модельдеу, ойлау эксперименті, материалдарды жүйелеу қолдана отырып, ақпараттарды өңдеуге. Бесіншіден, қызметін жоспарлау және жүзеге асыру үшін ақпараттарды қолдануға. Коммуникативті құзыреттілікке. Біріншіден, нақты өмірлік жағдайларда өзінің міндеттерін шешу үшін ана, мемлекеттік және басқа тілдерде ауызша және жазбаша коммуникациялардың түрлі құралдарын қолдануға. Екіншіден, стиль мен жанрды, қатысымдық міндеттерін, барабар шешімдерін таңдауға және қолдануға. Үшіншіден, қазақстандық және әлемдік мәдени мұралардың негіздерін білу, ақпараттық мәдениетін дамытуға. Төртіншіден, Қазақстан Республикасы азаматының құқығы мен міндетін білу және сақтау, елдің мемлекеттік саясатын түсіну мен қадірлеуге. Бесіншіден, ұлтына, діни нанымына, мәртебесіне, жынысына және тағы да басқаларына қарамастан, өзге мәдениет пен түсініктегі адамдарға төзімділік таныту, өзге көзқарастағы, ұстанымдағы мәдениет өкілдерімен құндылықты саналы ынтымақтастыққа дайын болуға және де мәдени және шығармашылық жұмыстарға қатысу, тұлға мен қоғамды қалыптастыратын мәдениеттің маңызды тұстары мен аспектілерін түсіну және қадірлеуге. Сабақта қолданылатын педагогикалық технологиялар. Біріншісі, педагогикалық қарым-қатынаста жеке тұлғаны ізгілендіру және демократияландырудағы негізделген технологиялар. Ынтымақтастық білім беруді ізгілендіру. Екіншіден, оқушылардың іс-әрекеттік белсендіру және күшейту негізіндегі педагогикалық технологияларға проблемалық,
ойын, тірек сигналдар арқылы ойнату. Үшіншіден, әдістемелік білім жетілдіру және дидактикалық қайта құрастыру негізіндегі педагогикалық технологияларға дидактикалық бірліктерді ірілендіру, ақыл-ой әрекетін сатылап құрастыру модульдік жатады. Төртіншіден, оқыту үрдісін тиімді пайдалану және ұйымдастыру негізіндегі педагогикалық технологияларға АКТ, оза оқыту, ұжымдық және топтық оқыту, жобалап оқыту, деңгейлеп саралап оқыту жатады. Және соңғысы дамыта оқу технологияларына оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту және дамыту сабақтың әдісі білім алу көзіне қарай топтастырылған әдістерге сөздік, көрнекілік, практикалық жатады. Таным белсенділігі деңгейіне қарай топтастырылған әдістерге түсіндірмелі, иллюстративті, репродуктивтік, проблемалық, ішінара зерттеу және эвристикалық. Оқытудың дидактикалық мақсат міндеттеріне қарай топтастырылған әдістерге білімді бақылау және бағалау әдістері жатады. Пәнаралық байланысты берілген пәнге қарай қоятын болады. Оқыту құралдарына егерде қашықтықтан оқыту жағдайында оқитын болса, онда Zoom және де тағы да басқа әлеуметтік желілерді жатқызуға болады. Сабақ соңындағы рефлексия алу. Назар аударғандарыңызға рахмет.